Бүгін осындай керемет, сочный болып шығатын макарон дайындайтын боламыз. Аз ғана заттан тұрады. Мен осындай ет қолдандым. И сәбіз, пияз, картошка қолдандым. Ең қарапайым осындай қазанымызға 200 мл сұйық майымды құйып алдым. Оған қызып тұрған майымызға етімізді, мен етті орташа көлемде турап алғанмын. Тез пісу үшін бұл макарон 10-15 минутта дайын болады. Қызып тұрған майымызға осылай етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Мен 5-6 минуттай қуырып алдым. Менде қуырып дайын болып шықты. Енді осыған пиязымды салып, оны да жақсылап 3-4 минуттай қуырып аламын. Пиязымыз да жақсылап қуырылып шықты. Оның үстіне сәбізімізді де салып, оны да 3-4 минуттай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сәбізіміз де қуырылып шықты. Енді тұзымызды, паприка салдым мен. Сіздерде дәмдеуіш қолдансаңыздар болады. Енді кішкене томат пастасы, болмаса помидордан жасалған салат та болады. Мен осындай томат пастасын қолдандым. Енді 600-700 мл су құйдым мен. Осылай бір қайнатып аламыз. Енді орташа көлемде туралған картошкаларымызды біртіндеп салып аламыз. 3-4 минутта қайнап шықты. Енді макаронымызды саламыз жақсылап. Менде макарон су тартатын макарон, сондықтан суын көптеу құйдым. Енді макаронымыз дайын болғанша мен осындай свежий салат дайындайын дедім. Помидорымызды осылай орташа көлемде жақсылап турап аламыз. Содан соң енді жаңағы қиярымызды өз қалауларымыз бойынша турап аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, менің видеомды соңына дейін қарап жүріңіздер. Енді жаңағы макаронымызды бір кішкене суы тартылып жатыр екен. Кішкене қозғап, тағы бұқтырып қоямыз. Бізде дайын болды. Міне өте керемет. Міне осындай болып, сочный болып шықты. Өте керемет болып шығады. Енді тарелкамызға салып, өте керемет болып шықты. Сәбізі де біреу. Ешқандай да жабыспайды макарондарыңыз. 15 минутта дайын болады макарон. Міне, енді дастарханымызға тартамыз. Салатымызбен күшті кетеді. Көктемдік салаты да жеп тұрыңыздар. Витаминге өте бай.